Сәлем достар, Назар ФМ медиа орталығы сіздерге музыка әлемі бағдарламасын ұсынады. Сіздермен болатын мен, Марал Асхатқызы. Той қазақтың қазынасы. Ата-ана бала дүниеге келген күннен бастап, әр кезеңдегі қуанышын үлкен дүбірмен атап өтеді. Құдайдың қазынасына баланатын қазақтың тойы дүрілдеп-ақ тұр. Ата-бабамыз сан ғасырлар бойы той тойлаудың өзіндік мәдениетін қалыптастырған. Бұрынғылардан қалған той халық қазынасы деген сөз бар. Өйткені ертедегі қазақтың үлкен тойлары даланың сәнді сахнасы секілді көрініс берген. Тамылжыған табиғат киіз үйлермен әдеміленіп, бірін-бірі көптен көрмеген жандар той үстінде табысып, мал жанның амандығын сұрасып, шұрқырасып жатады. Ел өміріндегі жаңалықтар да осы той арқылы көпке тараған. Үлкендер жағы сөз жарастырса, жастар жағы да өзінше өнер жарастырып, осы арқылы өсіп келе жатқан таланттар, өткір жігіт, сүйкімді бой жеткен халыққа танылған. Ат жарыс, көкпар тарту, қыз қуу, балуан күрес, ақындар айтысы секілді халықтың бүкіл өнері, болмыс бітімі мен ұлттық ерекшелігі осы той үстінде көрініс берген. Міне осыдан кейін той халық қазынасы болмай не болмақ? Қазақтың тойы ұлттық тәрбие бесігі болған. Әдет, ғұрыптың, салт сананың, өнердің бағын ашатын, бақ сынайтын, яғни кезі той үстінде өткен екен. Иә достар, ал бүгінгі тойлардың түр-түсі тым бөлек. Мазмұн, маңызы да өзгеше. Той болған жерде той мәдениеті, асаба әдебі туралы ой талғамдар таусылмақ емес. Дегенмен, әр жанның өмір бойы көрсем деп жеткен тойына, армандаған қызығына нәр беру, адамдардың сол тойдан көңілі марқайып, рухани азық арқалап қайтуына не жетсін. Иә достар, соңғы кезде айтқанымыздай тойларымыз өзінің мән мағынасын жоғалта бастағандай. Думанға арналған уақытты қызықты өткізу үшін қазақтың ұлттық ойындарын жаңғыртып, әртүрлі танымдық сөз сайыстарын өткізу керек. Иә достар, осы сөздермен келісетін болсаңыздар, өздеріңіздің пікірлеріңізді біздің комментарийге жазып қалдырсаңыздар болады. Иә достар, біздің бағдарламамызды жіберіп алмаңыздар. Музыка әлемі бағдарламасында келесіде біздің ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі туралы болмақ. Біздің Facebook, YouTube, Instagram желілеріне тіркеліп өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыра аласыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сіздермен болған мен, Марал Асхатқызы.